Сәлем достар, сіздермен бірге Еркетай арнасы. Өрмекшінің қалай пайда болуы туралы аңызды баяндаймыз. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетіңіздер. Ертеде Шиш пайғамбар жүн иіріп, одан киім тоқып кигісі келеді. Бірақ жіпті иіргенмен киім тоқуға өнері жетпейді. Төзімі таусылған соң, мезі болып, қолындағы жіпті шимайлап лақтырып жібереді де, «Уа Тәңірім, маған киім тоқуды үйретші», деп жалбарынады. Кенет Құдайдың құдіретімен шимайлап лақтырылған жібі белгісіз жәндікке айналып кетеді. Ол ағашқа өрмелеп шығып, өрмек тоқи бастайды. Шиш пайғамбар оның әрекетін қалт жібермей мұқият қарайды. Сөйтіп киім тоқуды үйренеді. Кейін келе жұрт бұл жәндікті өрмек тоқушы, өрмекші деп атап кетіпті. Ел аузында оның өрмегін жөнсіз бұзуға болмайды деген тыйым бар. Өрмегін бұзуға тура келсе, бисмилля деп барып бұзады екен. Бұл өрмекші Алла Тағаланың өлтіруге тыйым салынған жәндіктерінің бірі. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз арнамыздың дамуына септігін тигізеді. Қош сау болыңыздар.